Жігіттер, көңіл күйім өте тамаша. Яғни телефонды ашып қалсам, телефоным атылып жатыр бар ғой енді. Сообщениялар енді дайректке де, личкаға да, Инстаграм, ТикТок бәрі жарылып жатыр. Енді өзім сәл непонятно болып қалдым. Сосын қарасам, жалпы мына видео жайлы қазір мінекей. Мухит Амантаев, мастер спорта международного класса по боксу. Что ты творишь, родной? Историяға салып жатсың. Ана новичоктар, для себя келіп жүрген новичоктар для себя ұрып жатсың да, аямай. Қой шешем мұхит дейма, олай болмайды ғой. Ол дәреже емес қол деген. Оны салып дейма, тем более халықтың көз алдында жүрсін. Қандай ол видео саласың да, ұрып жатсың да, дейма, просто ішім күйіп кетті да, просто дейма. Іші күйіп жатыр. Жаным ашып кетті ғой, дедім шынайы бар ғой. Сол үшін шарттым. Кішкене ұят болды мұхит. Шығатын болсаң, действительно, мен сияқты действующий боецтермен шығып, біз саған настоящий бой беріп тастаймын. Нормально төлесіп тастаймыз екеуміз. Үшінші мағдау баласың ғой. Сен төлеспейсің ғой, атаның құнын сұрайсың. Ана мэрс сұрадың ба, номадта деген мэрс сұрадың қырқын. Последний мэрс. Какой саған мэрс, андай қылып новичоктардан ұрма шеш салды. Ануар, мына сөзіңе, мына видеоңа жалпы былай айтайыншы, мен мына бәрін жазбаға жаздым да, соны бәрін телефоныма көшірдім. Жазбаға жазған себебім, потому что былай әр нәрсені пункті жағы ұмыт кетпейін депші, бәрін четко бәрін обосновать етіп, бәрін жазып, қазір араларында оқып отырам. Оған сендер маған мән бермей қойыңдар, хорошо? Мен ұмытпау үшін бәрін нақты сендерге жеткізу үшін бәрін по полочкам бәрін 1, 2, 3 пункт деген сияқты жаздым. Так, Ануар, сені маған арнайы жазған видеоңды көрдім. Елемей өтіп кете беруге болатын еді, бірақ халық менің жауабымды күтіп отыр екен. Ана кірсем енді комментарий өте көп та. Енді бір комментарий жазып, анау болса мейлі екен. Комментарий өте көп, маған дайректке жазып жатыр, айтып жатырмын ғой. Инстаграм бар, ТикТок бар, WhatsApp-ма дейін личный номерін тауып, личный номеріме дейін жазып жатыр ғой. Видеом бір жағынан күлкілі, бір жағынан жеркенішті. Неге екенін түсіндіре кетейін, обосновать етіп берейін тез. Так, тез айтайыншы, созып кетіп. Отыр енді. Айбол сен тұрып бауырым, жаңа сен Айбол деген біздің бауырым ғой. Жаңа новичок и көп комментаторлар сенің жағы артынан газовать етіп отқан сенің жағы оқырмандарың бәрі сені қолдап отыр. И то, что обидно, 99% 2000-нан астам комментарий көріп жатырмын да, сенің жағы осы видео қойдың ғой соның астына. И соқта 99% бәрі сені қолдап жатыр. Вообще негізі дурака издалека видит дейді ғой. Енді сен дурак болып тұрсың да, артынан жағы бәрі дурак болып отыр да. Мен ешкімді ренжітіп отқан жоқ, мен сондай пословица енді. Яғни берден айтайын деп отқан пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сөзі бар. Біреудің қандай да бір күнәсі болса, күнәсін айтуға болмайды дейді. Күнәсін жариялап айтатын болса, ол соның күнәсін алады дейді. Ол пайғамбардың сөзі, яғни Алланың сөзі. Алланың сөзі де рас, Алланың өзі де рас. Екіншісі, білмей жатып, біз не істеп, не қылып жатқанымызды білмей жатып, соны елге халыққа өтірік қылып, бізді өтірікші қылып, бізді фуфлужник қылып көрсеткілерің келіп жатса, оны вообще страшный грех та ол. Сондықтан жігіттер айналайын үшін, сендер біздің кухняны білмейсіңдер ғой. Біз не істеп жатырық, не қылып жатырық, не жасап жатырық. Сондықтан білмеген нәрсені өздерінше білгендей болып елге халыққа айтудың, жариялаудың қажеті жоқ. Мына жаңағы Айбол деген удар соққы алып жатқан жігіт, Айбол деген мен өзім көмекшім. Бұл Айбол деген көмекшім, жаныма үшін сендер жаңа көп комментарияларында оқып жатырмын. Он избивает своего ученика, анау туда-сюда бьет, убивает, какой он тренер, ужас, анау біреулер долбоеб деп жатыр, біреу мен наркоман деп жатыр, біреумен бір бәле. Короче, менен ит адам жоқ қой, короче, ана комментарияларын оқысам. Обосную я айтып жатырмын, бұл мен никакой мой не ученик, это мой. Так, кім телефон? Берде мен айтайын, өшіш ананы. Берде мен айтайын деп отқаным, бұл ешқандай мен оқушым емес. Бұл 27 жастағы менің пұхам. Бык. Айбол деген. Салмағың қанша Айбол? 80 килограмм. Жазған ба? 27 жастағы пұхағы бұл. Айбол деген. Бұның спорттық дәрежесін айта кетейін. Бұл бокстың былайша айтқанда әрбір алфавитін зерттеген, соны оқыған адамдардың бірі ғой. Бұл өз кезінде өте мықты боксшылардың бірі болған өз салмағында. Қазіргі уақытта бокс жұлдызы болып жүрген, кеше ғана Азия чемпионы болып келген Абылайхан Жүсіповпен кезінде бокстасып, солармен бокстасып емес, таяқ жеп былай емес, солармен на равных бокстасып жүрген, соларға кәдімгідей отпор беріп жүрген азаматтардың, қазақтың батырларының бірі. Салмағы 80 килограмм. Бұқа, ана
мұхит теңізінің ар жағында Садырдин Ахметов профессиональный бокста бокстасып жүр ғой. Сомен кезінде бокстасқан, солармен мінекей тепе-теңдікте бокстасып жүрген азаматтардың бірі. Қайда оқыдың? Спорт школа қай қалада? Қарағанды қаласында спорт школада 3 жыл оқыған, дұрыс па? Дұрыс. 3 жыл спорт школада оқыған. Спорттың, бокстың, яғни алфавитін зерттеп білген адамдар. Өз салмағында келінде менмін деген мықты боксшылардың бірі. Сен де айтып жатсың ғой, новичок, мынау деп жатсың ғой, Анурағыңа не айтасың курткасына? Енді ол бірден сізге секірген дұрыс емес, және де мені новичок деп айтқаным мені намысыма тиді да біріншіден. Егер новичок деп намысыма тиіп, маған қатты тиіп жатыр. Егер шынымен бокс көргісі келсе, бірінші келсін залға көрсін, көрсетем бокстың қандай екенін. Оны бірінші сенен өтіп алсын. Менен өтіп алсын. Маған секірмей қойсыншы. Қатты секірмей қойсын. Рас чисто, да? Так, одан кейін Абай деген қанша минут болды? 6. Ой, нормально идем. Абай деген тез айтайық. Абай деген, бұл Абай деген жасың қаншада? 26. Абай деген жігіт 26 жасында, бұл Жамбыл облысының тумасы. Бұл да кезінде өз салмағында мықты боксшы. Бізде Таразда қалам-балам боксшылар жоқ, біріншіден Тараздың боксшысы. Таразда өңкей бізде арыстандар ғой, тигрлар. Таразда өз салмағында мықты боксшылардың бірі болған. Одан кейін бұл боксты кәдімгі лупамен зерттеген адамдардың бірі. Қалай зерттеген? Мен айта кетейін. Алматы қаласында спорт туризм академиясында 4 жыл оқыған адам. Дұрыс ма? Лупамен зерттеген. Обосновать еттің ба? Сен новичок, анау деп жатсың ғой. Міне боксшылар отырады. Сосын жаңағы боксшылар айта кетейінші тез. Жаңа қара, сен айтып жатсың ғой. Бокс жасатқан кезде, біз бокс жасатқан кезде, мыналармен бокс жасатқан кезде, сен до того боксты, Ануар, сен ренжіме, до того бокстан бар ғой, сен былай түсінігін, сен хотя өзінен фундамент бокс қой, сен ММА-ға шығып жүрсің, то боксқа шығасың, ну непонятный болып жүрсің ғой, адам болып жүрсің ғой, то хайповать етіп кетесің, кейбір кезде осылай бар ғой. Айтайын деп отқаным, сен өзің енді фундамент бокс қой сенде, сен бокс жасаған кезде білу керексің ғой. Мен ұрып атқан кезде, мен мысалға, мыналармен бокс жасадым ғой, мен ұрып атқан кезде бұлар қатты ұрып құлатып атқан жоқпын ғой. Сен жаңа айтып жатсың ғой, не дейді, избиваешь дейді ма, не дейді? Ұрып атсың бір бәле. Что ты творишь, блин? Что ты творишь, бір бәле. Мен бұларды ұрып атқан жоқпын ғой. Мен бұлардың бастарынан вообще ұрып атқан жоқ. Бұларды сипалап атып, это у нас каждый дневный күнделікті процесс жасалынады. Мен бұларды ұрып атырмын, қай удардан құлап атсыңдар сіздер? Басқа ма, ішке ма? И то өтірік құлап атыр олар. Татумен біз өтірік құлап атыр. Сен қараса видео, қай удардан құлап атыр бұлар? Бұлар корпустан ұрғаннан құлап атыр. И то мен бұлар қатты тұрып атқан жоқ, бастарынан вообще қатты тұрып атқан жоқ мен бұларға. Сен до того бокстан, до того деңгейін төменде, до того боксты даже ударларды қалай ұрып атыр, не жасап атыр, сен даже как бапкер ретінде, боксшы ретінде, стратег ретінде зерттеп білмей жатсың сен. Сен просто көріп алдың да, и хочешь хайпануть, и ты короче, хайп поймал деген сөз ғой. Берді мен айтайын деп отқаным одан бөлек, ана рингтің ар жағында кішкентай балалар тұр. Байқадың ғой, иә? Біз жаңа Айболмен ұрып атқан кезде, Айболмен жаңа бокс жасаттым ғой. Айболды сен жаңа видеода жаңа көрсетіп жатсың ғой, Айбол сол. Айболды ұрып атқан кезде, ар жақта кішкентай балалар тұр. Кішкентай балалар не үшін тұр? Біз балаларға көрсетіп жатырмық. Ағайлар қалай бокстасады. Вот сен де солай айналыссаң болады ғой. Вот бля деп әр бәлені хайповать еткенше бар ғой. Ну можно заниматься чем-то полезным. Ну балалармен айналысып жұмыс жасасашы, хайповать етпей. Ну зачем тебе это надо? Или ақшаны тосып қалма. Ақшаны тосса